Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздерге Ақылбай Абайұлы Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы айтатын боламыз. Ақылбай Абайұлы Құнанбаев 1861 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шыңғыстау елді мекенінде дүниеге келген. Ақылбай дүниеге келген кезде Абайдың өзі небәрі 16 жастағы боз бала болатын. Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғанымнан бала болмағандықтан, Ақылбай 1 жасқа толғаннан бастап Ақылбайды Нұрғаным өз тәрбиесіне ала бастайды. Ақылбай өте ерке, шолжаң болып өскендіктен де білімді тек 9-10 жасынан бастап Ғабитхан молдадан ала бастайды. 4-5 жыл сол жерде білім алып, одан ары қарай білімін жалғастырмайды. Өте ерке болып өскен Ақылбай ел ішіндегі ойын-сауық кештерінде көп жүретін болады. Құнанбай өзі секілді қарадан шығып хан болған Жұмаханның баласы Қисықтың баласының қызы Үзіханға Ақылбайды үйлендіріп, еншісін бөлек береді. Еншісін бөлек алып шығып бөтен үй болса да, Ақылбай ойын-сауық ішінде жүруді әрі қарай жалғастыра береді. Алайда бұл мінезі Абайға көп ұнамайтын болады. Ел ішінде өлеңдетіп жүрген кезде Ақылбай көбіне Құнанбайдың ұрпағы болғандығына және нағашысы Ерқазбек болғандығына көп масаттанатын болды. Нағашым Ерқазбек деп айтатын себебі қаз дауысты Қазыбек шешесі Ділданың 5-ші атасы болып келеді. Сондықтан да Ақылбай ел ішінде нағашым Ерқазбек, атам Құнанбай деген секілді сөздерді жиі айтатын болған. Ел ішіндегі Абайдың дұшпандары әке мен бала арасына от салмақшы болып, түрлі араздықтар ұйымдастыра бастайды. Алайда Абай 1890 жылы ата-анаға көз қуаныш деген өлең жазады. Сол өлеңнен кейін Ақылбай өзінің енді ел ағасы болып қалғандығын, шәкірт тәрбиелеу керектігін, білім алу керектігін түсініп, Абайдың жанына барып, орыс классиктерімен және де басқа да елдердің әдебиетімен, мәдениетімен таныса бастайды. Сонымен қатар өзі де өлеңдер, поэмалар жаза бастайды. Бізге мәлім Ақылбайдың 3 поэмасы болған: Жарақ батыр, Зұлыс, Дағыстан. Жарақ батыр поэмасы бізге жетіп келмеген. Дағыстан поэмасы 1918 жылы Сана журналында басылып шығады. Зұлыс поэмасы 1924 жылы Абай журналында басылып шығады. Сонымен қатар Ақылбай домбырада, скрипкада ойнайтын өте өнерпаз адам болады. Абайдың әншісі атанған Мұқаннан үйренген орыс күйлерін скрипкада, ал қазақтың белгілі Бестөре, Азамат Қожа, Бұлаң жігіт күйлерін домбырада ойнайтын болған. Мамыржан Рақымжановтың айтуынша, дойбы ойнаудан Ақылбайды жеңетін адам болмаған екен. Содан білеміз, Ақылбай тек өнерді, әдебиетте емес, спорт саласында да үздік адам болған екені белгілі. Ақылбай әкесімен бірге 1891-95 жылдар аралығында қоғамдық істерге де жиі араласып, елді оқыту ісіне араласып, шәкірт тәрбиелеу ісінде жүріп, мектеп ашу істеріне жиі араласады, қоғамдық жұмыстарға жиі араласып жүреді. 1995 жылы бауыры Абдурахман қайтыс болады. 1904 жылы екінші інісі Мағауия қайтыс болады. Абдурахман мен Мағауияға арналған жоқтау өлеңдер жазады. Абдурахманға арналған жоқтау өлеңі сақталмаған, Мағауияға арналған жоқтау өлеңі қазіргі таңда сақтаулы. 1904 жылы әкесі Абай қайтыс болады. Абайдың 40-ын өткізіп жатқан кезде кенеттен Ақылбайдың өзі 43 жасында дүниеден өтеді. Қазіргі таңда Ақылбай бейіті Семей облысы Абай ауданы Тышқанбұлақ басында орналасқан. Ақылбайдан 3 ұл болған: Әлімқұл, Әубәкір, Исраил.